мен бір нәрсе айтқым келді, просто осылай айтсаң кішкене жүрекке жететіндей екен да, андай сол. В общем, Нұртасқа рахмет, осы жерде қатысушыларға бәріне рахмет, Заринаға да рахмет, сценаристерге де рахмет, осы вообще жобаны свет қой. Сол. Рахмет айтайын деген, просто кішкене теманы қимылдамайды. Бұл жақта жел тұрмақ, шөптің басы қимылдамақ тұр, мына жақта қазір орба өртеп жатыр да. Қазір какой-то әдемі бір келемат келе жатқан бір таныстықты қазір бір құртып қазір. Андай ғой, женская солидарностьтың ж деген сөзі де саған айту. Бір ғой керек емес. Бетің датаво қалынсын да, ұят па деп бір ұяласың ба деп айтуда. Нақты Тәуіржан сұрап отырғандай, айтып жатқандай сізге сіздің айтарыңыз бар ма? Шынымен де жақсы дүние болып келе жатыр. Мен де Гүлжанды, жаңа Тәуіржан шынымен де нақты Заринаны ұнатады. Қазіргі несі, отношениясы Зарина деген өте керемет негізі, шынымен де. Шын жүрекпен мен тілеймін жақсы бір жұп болып кеткендеріңізге негізі. Негізі мен де ойлаймын, Зарина, сен кеше айтқаныңмен, кешегі бір әрекетіңмен, таныстықтымен бұндай нәрселерге тоқтатып, яғни болады ғой, мені сыйламасаң, сен маған керек емессің деген сияқты позицияда көрсеттің да, ол нәрсе дұрыс деп те мен саған айтқым келеді. Шынымен де негізі халықтың көбісі жазып жатты ғой, Заринаға, сен уже Тәуіржанға ғашық болып қалғансың, Тәуіржансыз уже өмір сүре алмайсың деген сияқты. И сондықтан мен ойлаймын, сенің позицияң дұрыс болды, бірақ бүгінгі оқиғаға байланысты енді адам қателігін жасап қойған. Андай қылып айта берсең, уже оның дәм тұзы кетіп қалады да ол нәрсенің. Сондықтан да енді бүйтіп қозғай беріп ол нәрсені керек емес деп ойлаймын. Неге жасалған сен уже түсіндің, сондықтан да енді болашаққа қарау керек қой, бір орында тұрып қала бермей. Сондықтан ойлан дегім келеді. Сол нәрсеге соған ұқсайтын бір болады ғой, жобалас, басқа қызбен деген сияқты тақырыптар шықпаса болды деп ойлаймын. Кеше негізі Тәуіржанның қасында отырып, айтып жатыр ғой, біздің ішкі кухняны уже біліп алды деген сияқты, өздерінің әңгімесін естіген кезде, ұялып қалдым да кішкене, мен бекер үлкен қылып жіберген жоқпын ба деген сияқты, ішімде сондай бір ұялу болды. Мен түк емес қой деп ше, қалай болады екен дедім. Енді Тәуіржан екеуміз айтты ғой, бір волнадағы адамдармыз деп ше, ол түсінді, мен де түсінген сияқты болдық екеуміз де. Енді бұдан кейін, надеюсь, ештеңке болмайды. Мен тарапымнан просто мен өзіме ондай нәрселер әлі жасап жүрген жоқпын да, басқа жігіттермен деген сияқты, немесе бұрынғы таныстықтағы адамдармен деген сияқты. Сол себепті мен де сонда сыйластық болса екен дедім, болды. Мен қош келдің. Бір ер азаматың ретінде, күйеуің ретінде көре аласың ба болашақта? Қазір мен ештеңке айта алмаймын. Сол себепті ғой, мен нан істеме, сен нан жасауың керексің деп қазір қоя алмаймын. Мысалы, мен обычно қыздармен қалай сөйлесу керек екенін білемін. Как нужно себя вести, қалай общение ұстау керек, қалай күлдіртіп керек. И мен айттым, что мен бірінші орамалдағы қызбен сөйлесіп жатырмын өмірімде дедім. Енді мен де бүйтіп өмірге келгеннен кейін сразу жүріп кеткен жоқпын, мен еңбектедім, құладым деген сияқты. И то же самое мына жерде, мынандай нәрселер ұнамайды екен ғой дейді. Вроде былай қарасаң, как элементарный нәрселер сияқты да, но менде ондай жақтан опыт, короче. Мен даже өзімді қалай өзімді ұстайтынымды білмеймін, короче. Менде осындай ойларыммен отырамын да, ал басқа адамдармен мен сразу любой адаммен общение ұстай аламын, короче. Любой адамды мен сөйлесіп кете аламын, коммуникабельность дегенде жақсы да, короче. Бірақ Зарина, мен кішкене қиындау бар. Я балауса ханым, мен мына нәрсені байқаймын да, енді кейде біз айтамыз ғой, қыз баласы осылайынан өзіне не ұнайды, не ұнамайды. Сондай әңгімелермен біз адамның болмысын да өзгертіп аламыз ба деген ой келеді. Мысалға, үйленуге дейін біз ер адамға жүрудің де барысында мына нәрсе ұнайды, мына нәрсе ұнамайды деп өзінің ғана енді адам ұнаған кезде адам өзгеруге тырысады да, ол адам үшін. Және де Тәуіржанның тарапынан ол нәрсе бар. Зарина үшін өзгеруге тырысып жатқанда сияқты. Иә, басқа адам болып шығып, реальность болып қалудан қорықпайсың ба негізі? Негізі дұрыс айттыңыз, осы сұрақ орынды болды. Сол ғой, мен қатты адам сондай өзгерді. Тәуіржанды қалай бар, солай қабылдағым келеді. Бірақ енді жаңағы нәрселер бір шекараларды бұзып жіберетін болғандықтан айттым. Ал бірақ өзің қалай бар, солай ұстағаны ұнайды маған негізі. Қалай өз қалпында сөйлегені, спокойно жүргені, күлетін жерде күліп, күлдіретін жерде күлдіріп, солай бір менде запрет қойғым келмейді. И Тәуіржанның тарапынан да маған ештеңке бір қойылмайды да, сен былай жасамаш, сен былай істеш деген сияқты. Еркіндік берген соң мен де еркін болған. Ұнамайды деп те айтпаймын. Енді қасыңда адам жүрсе, ұнамайтын адаммен жүрмейсің ғой, бір приятный болады, просто адамға атмосферасы, бірге әңгіме айтқандарың қызық болады да, уақыт өтіп кетеді деген сияқты. Бір жерде екеуміз кезек әңгіме айтып, тез әңгіме айтып кетеміз, бірақ мысалы мен өзімнің үйіме барып жүрсем, жұмыстармен жүрсем, Тәуіржанды ұмытып кетемін деген сияқты. Сезімдеріңе жауап бере алатын адамсың ба жалпы негізі? Енді білмеймін, ертең күні может быть екеуің бір-бірінен суып кетіп, или Тәуіржан мырза сенен суып кетіп, таныстықтарың тоқтап қалып жатса, сен уже ұнатып үлгерген болсаң, ертең күні бір Маржан ханым сияқты бүйтіп жылап, депрессияға кіріп, бір историялар неше түрлі шығарып, сондай бір әрекеттер сенің тарапыңнан
өліп сүйіп талып ешкімді жақсы көріп ғашық болмадым ғой. И дәл бұл ситуацияда да дәл сондай нәрсе болатын сияқты. Мен өзімнің сезімдеріме жауап бере аламын. Бұған дейін енді шынымен ешкіммен взаимный болған жоқ. Керемет бір дәрежеде көтерілген жоқ ешкіммен. Бұл жолы да бір әлі ондай болып жатқан жоқ. Тәуіржанның тарапынан бір көрініп жатқан жоқ. Мен де тарапынан уверенамын, что ешқандай жылап қалмайтыныма, ешқандай көңілім қалмайтынына.